Мамандық таңдау. Бұл болашақ тағдырымызды шешетін жауапкершілігі мол маңызды қадамның бірі. Менің атым Нұржан. Мен болашақта кім болам деп жиі ойлаймын. Қандай мамандықты таңдасам екен? Қай мамандықтың түрі сұранысқа ие? Кей достарым қандай маман иесі болатынын да таңдап қойды. Мысалы, Аружан заңгер болғысы келеді. Ал Сағын әнші болам дейді. Ал менше мұғалім мамандығын таңдасам қалай болады? Жоқ, мұғалім болмаймын. Неге десеңіз, оқушылар дәптерін тексеру, олардың неше түрлі мінезіне көндігіп, күнде сабақ сұрау маған арналмаған. Дәрігер мамандығына да көңіл бөліп көрдім. Дәрігер мамандығын таңдасам, алдымен 9 жыл академия табалдырығын тоздыру керек. Бұл мамандықты жылына көптеген ақ халатты абзал жандар бітіріп шығады. Олардың бәріне жұмыс табылады ма? Ойлана келе, не болса да жаныма жақын, өзіме сай келетін. Ең бастысы қазіргі таңда да, болашақта да сұранысқа ие мамандықты таңдауым керек. Барлық мамандықты зерттеп көрдім. Соның ішінде ең жақын болғаны осы геодезист мамандығы. Енді зерттеуге кірісемін. Геодезисттер деген кімдер және олар немен айналысады? Геодезия – жер туралы ғылымның ежелгі бір саласы. Геодезия грек тілінен аударғанда жерді бөлемін деген мағынаны береді. Ғылым ретінде жердің бетін өлшеу және бөлуге байланысты адамзаттың практикалық қажетінен пайда болған. Қазіргі геодезия көп қырлы ғылым, күрделі ғылыми, техникалық және инженерлік есептерді электронды тахеометр, штатив, шағылыстырғыш арқылы өлшеп, нәтижелерін математикалық және графикалық өңдеу арқылы шешеді. Геодезистің басты міндеті жердің фигурасын, пішіні мен көлемін анықтау. Берілген координаталар жүйесінде жер бетіндегі нүктелердің орнын анықтап, жер бетінің картасы мен планын жасау. Жер бетінде құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану үшін өлшеу жұмыстарын орындау. Бұл мамандық иелерінің құрылысшы, геолог, археолог жұмыстарын жеңілдетудегі орны ерекше. Геодезисттер күннің ысы мен суығына қарамастан жұмыс жасайды. Үйлер, мектеп және басқа да ғимараттарды салмас бұрын жерді өлшеу, оның орнын белгілейтін геодезисттер. Болашақта бұл мамандық көп сұранысқа ие болады. Барлығыңызды осы мамандық иесі болуға шақырамын.